Ассалаумағалейкум қазақ елі, армысыздар. Достар, бір осы мен қаламдағы орталық мешіт жақсы жер, дала ыстық қазір. Енді былайда қазір Қазақстан толық қаңтарда Ресейдің астына өтті. Сондықтан мынандай өтірік әңгімеді. Біреу қазір айтса, Ресей соғыс ашса, біз соғысамыз деген. Егерде Ақордада ресейшіл адамдар отырса, мысалы Ерлан Каримді алайды, ол руководитель аппарата президента. Ерлан Карим Ресейде выпускник Академии госслужбы при президенте Российской Федерации. Даурен Абаев выпускник Академии госслужбы при президенте Российской Федерации. Тіпті Санжар Боқаев бар ғой, ана утилизборға қарсы. Ол да выпускник Академии госслужбы. Сондықтан Ресейдің агенттері басқарып отырған Тоқаев Москвада МГИМО бітірді. Бородавкинмен бірге оқыған. Әйелі орыс, отбасы Мәскеуде тұрады. Өздерін енді оған бір үлкен саясаткер болып керек емес. Бұлай логикалық ойласаңыз, қалай оның отбасы ана жақта енді қалай аманат деуге болады, заложник. Сондықтан толық біздің министр обороны Ресейдің академиясын бітірген, бүкіл негізі генерал алу үшін бәрі Ресейден повышение квалификации, высший офицерский состав, генералитет бәрі сөзі. Мысалы Түркияда бізде генералдар оқымайды. Өйткені қызық, Қазақстан үкіметі Түркияны бір қарсылас бір мемлекет ретінде қызық. Біздің ата жауымыз орыс, Ресей, бірақ біз бүкіл маман КМБ қызметкерлерін, әскер қызметкерлерін Ресейге жауыздарға оқытуға жібереміз. Сондықтан енді мынау Түркістан деген орталық Азия деген сөзді алып тастады. Тек қана өзбектер ғана Түркияға оқытуға жібереді өз спецслужбаларын, офицерлерін, генералдарын бәрін Түркияға. Түркияның моделін алды, Түркияның қару-жарақтарына көшіп атқан тек қана өзбек бауырларымыз. Бізге әлі алыс оған, біз әлі сол Ресейдің губерниясымыз. Сондай бір ойлар келді. Міне осы мешітке келіп демалады, бұлай жатады, ешкім қумайды, балалар ойнайды. Кәдімгі ұйықтайды бұлай. Телефондарын қуаттандырады келіп. Көрдіңіздер ме, жай жатыр да демалып.